диваналық пен дәреуіштіктің дінге түк қатысы жоқ. Мысалға бар, мен дін намаз оқып жатырмын, болды, мен басқаны білмеймін дейді, үсті басы алба жұлба. Егер де баяғы революцияға дейінгі қазақ СССР тарихы болсын, басқа да тарихи бір суреттер қарасаңыздар, дәреуіштер дивандар болсын, үсті басы алба жұлба болып, жаңа қолдарында бір таяқтан ұстап алады, астап дүниеден бетінде жүре береді, ақыр сонда жабай болып кетеді да астап. Шариғат бұны құптамайды. Исламда ондай жоқ. Исламда естіген адам бай болсын. Бай болғанымен қоймай, тарата біл дейді. Қаншадан қаншама адамдар бар, бай болады, Аллаға шүкір, бай болады. Алла тағала сынақтың байлықты береді әрбір адамға. Бірақ та әлгі адамдар, кейбір сорлылар астапыр, байлық біткен кезде істейді, қазақтан мындай бір мақал бар. Жаман атқа жау бітсе, жанына торсық байлатпас. Жаман адамға мал бітсе, жанына жан жуытпас дейді. Өкінішке орай адамдарды көріп жүрміз. Яғни жаман малдың ішіндегі ең жаман малға атқа кішкене жау бітіп, мына желкесі май жинап басса не істейді? Жанына торсық байлатпас. Мына қабырға ердің қасында болсын, мойнында болсын, торсықтар ілгізбейді, торсықтар ілгізбейді. Сол сияқты кейбір жаман адамға байлық бітсе не істейді? Оппа, астағфирулла. Өзіне қоршап не істей алады, ешкімді жолатпайды, ананы кіргізбе, мынаны кіргізбе. Мен пәлешем кейбір астағфир, кейбір ақымақ. Енді мұсылман ғой, мұсылман есіп айта алмаймыз. Мұсылман бола отырып, кейбір байлықты көтере алмағанда, сонша кейбір дінге тілек тиізе бастайды. Мұсылмандар жұмыс істемейді, астағфирулла. Мұсылмандар жаңағы жалқау деп. Ол ақымақ бауыр білсін. Егер де мұсылмандардың бәріне жалпылай осылай жалқау, немесе жұмыс істемейді, еңбекқор деп бәріне жауап беруге болмайды. Ол кезгі үкімет қуған, оның ішінде әртүрлі адам болу заңды. Мүмкін ол кісі жаңағыдай бір случайно бай болып қалған адам, Алла тағала қалауымен бір шамалы байдың буымен, байлықтың буымен өзінің тәңірін Алла тағала ұмытып кетіп тұрған шығар, бірақ соған сәлесі Алла тағала бір күні оны, мысалы мен сізге атын айтпай ақ қояйын, бір оқиғаны көргенмін. Кейбір мұсылман бауырлар аламызда байды. Машалла. Эсказ мәселелері кетті, Ұзақтың жігіттері кетті. Қандай үлкен ең қымбат район Алматы бойынша, Қазақстан бойынша ең мақтанышты районына алады. Аларда есейді, қасына көмекші қылып, басқа ауылдардан, немесе басқа дінге таңдағандар. Не дейді? Бұлар мысықтау деп, мұсылман жұмыс істемей жатыр. Сорлы, Алланың қалауымен сонда әлгі кісілер мұсылман бола отырып, өзінің мұсылман бауырларын менсінбей басқаруды алған себепті, әлгі өзінің сеніп жүрген басқа ұлттар, басқа діннің адамдары әлгі байсымақты бір күні аяғын аспандан кетіреді. Не істейді? Әлгі кісінің компаниясы болсын, басқасасын болсын, сояға ұсайды, ақыр соны түрмеге мұсылман бай адам отырады, әлгі оның көмекшілері жаңа басқа алып басқаны дейді. Бұлар судан ақ, сүттен таза болып, сүттен ақ судан таза болып шыға келеді. Бұл неден шығып тұр? Егер мұсылман адамдар бай бола отырып, өзінің мұсылман бауырына пайдасы тимесе де, бірақ оларды менсінбей, басқа ұлттан, басқа бір діннен, басқа бір ағымды ұстанатын сондай бір адамдарды өзіне көмекші болатын болса, ол мұсылман мейлі бай бола берсін, миллиардер бола берсін, ол бір күні сорлы, бейбақтың бейбақ болып қалады. Өкінішке орай біздің қоғамда сондай байлар бар. Қаншадан қаншама мұсылман байлар бар. Мұсылман елдерінен алған, тапқан бүкіл табысын, байлығын, қаншама жинаған қарысын алады да істейді. Басқа мұсылман емес мемлекеттерге апарып, басқа әхлі китап тұрған мемлекеттерге апарады да, апарып жасырған болады. Өзінше тығады, жасырдым, мақтап жасырдым, бәлкім ешкім көрмейді дейді. Алла тағаланың соған деген жазасы да келеді. Сорлы сен сол жаққа апарып едің, ол жақтар алып, халықтар алды да сенің байлығыңа істеді, крест қойып ұстап саған бір тиынды кейін қарай шығара алмайды деп қойды. Не үшін? Сен әлгі бай бола отырып, мұсылмандарға, жергілікті мұсылмандарға хаққын, зекетін бермеген, садақасын бермеген, нафақатын бермеген әлгі сорлы бай, Алла тағала оған қылды да басқаны, ахли китапты, басқа ұлттарға, басқа діндерге патша қылып қойды. Ана соның алдында бар сүмірейіп тұрады. Не істейді? Мен кезінде пәленше мұсылман мемлекетін орнап көріп бердім, соны берші дейді. Әлгі ахли китап жоқ әлі. Неше миллион, миллиард ұстай көрді. Пайда жоқ, ол сенің емес. Өйткені сол сөзді имам Шағауи айтқан бір сондай сөз бар, марқұм болып кеткен. Қаншадан қаншама мұсылман елдеріндегі байлардың, кедейлердің болуы, сол елдегі мұсылман байлардың мұсылмандарға хаққын бермегеннен болып тұр. Сол себепті құрметті жамағат, біздер
Байлықты исламда дінде еш уақытта жамандамаған. Байлықты алла отырып, лайықты орында бермеген байлар жамандаған. Егер байлықты мақтанға байланысты мысал келтіріп, мысал келтірейін дейтін болсам, пайғамбарлардың ішінде Сүлейман деген пайғамбар болған, Сүлейман алейхиссалам. Соның мынандай бір дұғасы бар, астағфирулlah. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Bu Süleyman aleyhissalamın өзіне қылған дұғасында, Я Раббам деп Сулейман алейхиссалам. Хабли. Алла Тағала асма сипаттарының ішінде білесіздер, Ваххаб деген бар. Әл-Ваххаб, яғни сыйлаушы, бәріне сыйлаушы. Мұсылманына да, кәпіріне де, мүшригіне де, анауына да, ұлына да, қызына сыйлаушы. Сондай сыйлаушыларға маған сыйлашы деп барды Сулейман алейхиссалам. Хабли мулкан. Маған сондай бір патшалық бер. Ля янбағи ли ахадин мин баъди. Менен кейінгі болатын адамдардың ішінде бірдей күнде ондай патшалық болмасын. Яғни Сулейман алейхиссаламның жаңағы патшалықты дүниені сұрауы Алла Тағала содан істеп тұр, соған сәйкес беріп тұр. Өйткені Сулейман алейхиссалам соған сәйкес үлкен амалдар, үлкен істерді, ұлы істердің, ұлы шаруалардың бас қасында болды. Өкінішке орай соған да сәйкес бір қазақтар мынандай адамдар бар. Пайғамбардай жігіттер бар, бір есігі жоқ, немесе бір есекте қанша жігіттер бар, малдың қисабы жоқ дейді. Қаншама азаматтар бар. Пайғамбардың ісінде істе бар, иншалла. Пайғамбардың ісінде білім бар, бірақ оларда мал жоқ. Ал қаншама есек сияқты адамдар бар. Байлығының есегі жоқ. Есек байлық тасып жүрмей ма? Сол сияқты әлгі байлар бар, есегін тасып жүреді. Бірақ оның пайғамбарлықтың түк иші жоқ та. Біздердің міндетімізді істеу керекпіз. Мұсылман болғаннан кейін осы ораза айында өздеріңіз білесіздер, Рамадан Карим. Көбісі айтады, қасиетті Рамазан деп айтады. Жоқ, дұрыс, қасиетті, қастерлі, ол өзінше бөлек. Бірақ одан қоса, бұл жомарт Рамазан деп бөлек. Мысалы, мен алдыңғы жақында бір қарап отырып, мына араб елдерінде, Эмиратта, осы ораза кезінде 700 мың адам, 700 мың, 800 мың адамға шейін ифтар ауызша бере бар деген. Ауызша бергенде бұлар жаңа, сен мұсылмансың, сен ауызда, сен кәпір немесе басқаны ашпа демейді, жоқ, бәріне бергені бар. Аллаға шүкір біздерге Қазақстанда осындай нәрсе алып келе жатыр. Кейбір жаңағы жолдың бойында тұрған адамдарға, немесе пробкада тұрған адамдарға, кейбір бар, суы таратып, феник фурма таратқан, ол машина нұрдың бар. Енді қараңыздаршы, демек біздер осындай сияқты амалдарды онан да әрмен күшейту керекпіз. Неге? Өйткені қаншама адамдар бар. Сіз ойлайтын шығар жаңағы міндетті адам дінге келу үшін мешітке келіп намаз оқығаннан кейін дінге келу. Жоқ, сіз шын ықыласпен Рамазан Карим, жомарт Рамазан айында алдыңызда жүректен шыққан шын ықыласыңызбен мейлі діндегі болсын, мейлі діндегі болмасын, шөлдеп тұрған адамға бір кесе сумен қолы бір финикті немесе басқа бір қандай бір тамақты берсеңіз, Алла Тағала сол сіздің ісіңізбенен әлгі жомарт айында, жомарт Рамазан айында әлгі кісі дінге келуі мүмкін. Сағатта немесе миллионда қаншама ауыздап айтпасаңыз да, сіздің бір солих амалыңызбен қаншама адам соған сәйкес артынан тағы да дінге келуі мүмкін. Сол себепті құрметті жамағат, исламда бай болу керекпіз. Бай бола алмай, байлықты қалай сақтау керегін үйрену керекпіз. Өкінішке орай қаншама адамдар болды, қаржылық сауатсыздығы немесе өзінің жүрегіндегі жаңағы сараңдығы шығып бермей шыға бермейтіннің арқасында қаншама адамдар қолдарына байлық берді, билік берді, бірақ не істеді? Айлық алды. Неге? Өйткені сол байлар Алланың қалауымен сынап берген байлық алғандар өзінің қасына көмекші қылып, тек қана жағымпаздарды, тек қана олардың тамағын аштарды, әлгі байлықтың, әлгі билік басында отырған көкесі ғана соның жүрегіне, соның нәпсісіне сөздерді жағымпаздық, эгоисттік қасиетін көтеретін сөздерді айта отырып, әлгі адамды, әлгі билікті осы адамды алдына істеді, бір пұт қайнатып жіберді. Неге? Әлгі жағымпаздардың әскері білді. Осы бір бәлеші деген басқа, бәлеші деген басекенеге, бәлеші деген байға жақсы айтса, нәпсісі соның тиыштандырса, көңілі қуанышсыздасақ деді, әлгі адам істей бастады, өзін астапы жер бетінде бір тапшыларға бар деді. Мұсылман адам есту керек. Мұсылман адам Аллаға шүкір, егер кімдердің сондай мүмкіншілігі болса, сізді байлардың қасында. Ол кісілер мақтау да айтар керек. Мақтау деген жағымпаздық емес. Мақтау деген бізде жағымпаздық деген қосылып емес. Біздер соған деген сынды айтар керек.
Sınaylı uç ne gerek? Sınaylı uç jürük gerek. Batıl jürük gerek. Jürük olmasa, korkak olsa, tekrar жарымпаздан söz bilmeysin. Tek жарымпазlar verir, жарымпазlar verir. Kaleci, kum, tavalır. Yok. Әлгі кісіге, әлгі биліктің басында, әлгі байлықтың басында адамымызға, бауырым, дұрыс, мәселені жақсы Аллаға разы болсын, артылсын, бірақ мұнан басқа қосымша мәселе істесек, тағы да жақсырақ болайын деп кісін айта білсек, субханалла, қаншадан ұлы істер істеу болады. Сол себепті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ішіндегі хадистерін айтылатын мынандай бір хадис бар. Ахаббул амали индаллахи ан юдхила сурура ли кулубил муслимин дейді. Алла Тағаланың алдында ең сүйікті амалдардың бірісі, ең маңыздысы мұсылмандардың жүректеріне қуаныш кіргізу деп. Ал қуаныш кіргізу үшін енді өзіңіз білесіз. Али ибн Аби Талиб айтқан бір сөзі бар мынандай. Егер кедейлік адам болса, мен бауыздаған болар едім. Ол хадис емес, Алидің сөзі. Яғни кедейлік адам болса, бауыздаған болар. Мен жаңа бұл жаңа адам өлтіру шақырмады ойлап қалмаңыздар. Яғни Али ибн Аби Талибтің өзі кедейлікті жек көрген келеді. Ал бізде қаншадан адамдар болады, кейбір кезде көресіз Құранға. Енді Алланың қалауымен осыдан жиырма шақты жыл бұрын бір бауырым көмекке шақырып, бір кісіге кірейінші деп үлкен кісіге. Үлкен кісіге кірейік, бір кітап шығару деп, жақсы мен көмек деді. Мен алдына алып барды еді, әлгі кісіге кірейінші деп. Сіз сөйлеуші деді, жақсы барай. Бардық, атын айтып беріп қойсам. Әлгі кісі мақтанды енді астағы. Мақтанды, енді жергілікті сыймай бастады. Налоговый правительство деген сияқты әңгіме айтып, біз айтамыз, бізге правительство керек емес, бізге мына бір кітап шығарып берсеңіз болды дейді. Жыртылды, мақтанды, жергілікті сыймады, арқа соңында бір бақыр дейін да, ана кітап шығаруға ешқандай көмегі де бермеді. Бірақ мақтанған кезде білмеймін енді, Қазақстан бойынша субханалла, одан асқан бай сияқты көргендей болғанмен жаңа солай естастырылды. Біз кітап шығару үшін барып тұрмыз, осындай керек кітаптарды. Бірақ бір бақыр дейді. Неге? Өйткені жүрегінде сараңдық пен жаңа шықпен шыға беріп орын алып қалған. Мақтанды. Бірақ мүмкін ғой, кейін ойлаймын, сондай кісілерді Алла Тағала соған сәйкес бір сынағында, азабын деп айтпаймыз, сынағында соған сәйкес олардың дүниесін қайталады. Себебі неге? Өйткені ол хақын бермеді. Енді оған қоса қазір өмірде сала келтіретін болсақ, араб елдерінде Абдурахман ас-Сумайи деген кісі болған. Марқұм болып кеткен кісі 40-47 жылдарында. Енді Аллаға шүкір әлгі кісі өзі мамандар врач болады, бірақ врач болса Африка елдеріне, кедей елдеріне қаншама құдықтар қазып шығарады, медресе салып береді, мешітте салып береді, тіпті университет салып береді. Неге? Әлгі кісінің сондай ықыласы мықты болғаны соншалық, сол кездегі Саудияның королі Файсалы ол кісіге 750 миллион реал берген. 750 миллион, примерно 1,5 миллиард, 2 миллиард доллар ғой енді. 150 миллиард. Үлкен су, мұнан қасы тағы да бір көбейтті ме? Алла Тағала әлгі кісіні жаңа адамдарда байлықты ол кісі тапты, врач болып отыр. Бірақ соған сәйкес бөліседі. Алла Тағала оған жаңа сол кездегі тірі патшалардың жаңа мұсылман елі басқан соған сәйкес көмекке алып келді. Тіпті бір кісі бар, әлгі кісінің сондай оған қосымша жаңа ат қойды. Хабибул фуқара дейді сұхбана. Кедейлердің ең сүйікті адамы деген. Онан қазір тағы бір кісі, оның да сондай Алла Тағаланың сонда немен жаңа бөліседі байлықтарын, оның аты жанамақ дейміз ғой қосымшада. Әбул Айтан дейді. Яғни кедейлердің әкесі дейді. Ол 700 балаға өкіл әке болған. Біздер қазір осында сыйламыз ба біреулерге? Қиын. Неге? Біз қараймыз астағфирулла. Дүние іздеген болсақ, біздің осы ісімізді бір көріп тұрмар дейді. Жақсы, немесе осы ісімді мен басқа біле алама, немесе осы мен ісімді басқа біреулер естейме екен, көре екен, немесе кәлетек кісі деген, кәлетек бастық ма, начальник, управляющий, директор ма, соған ұнайды екен, соны асып кетпейін екен, соның разына артысып болмайды екен, сөйтіп көп, сондай ана шайтан жүректеріне ақылдарына үргізіп қояды да, қорқып тұрады. Не істейді? Қорқып тұрған кезде Алла Тағаланың басқа бір кісілерге басқа бір ұлттарға береді. Егер Алла Тағала мүмин, қараңыздар, мүмин, мұсылман емес, мұсылман мүмин, көрсетуші, мүмин шын Алла Тағала тәуекел ете отырып, кез келген істі Алла Тағаланың разы үшін қорықпай қалатын болса,
Алла Тағала оған біздің көзімізге пенденің көзіне көрмейтін әскерлермен күшейтіп қояды. Әскерлерін күшейтіп қояды, Алла Тағала ол кісіні сондай бір күшті қылып қояды, ол кісіні сондай бір авторитет беріп қояды, ол кісіні сондай басқаларына сүйікті етіп қояды. Ал егер сіз қорқа бересіз, ана пенденің разылығы, ана пенденің көңілі, Алла Тағала тәуекел етсең, мына Рамазан айында Кәрим, жомарт Рамазан айында жомарт болсайшы, бөлісейші, берсейші. Жоқ, қарау керекпіз, анағама біз, қараймыз, соған сәйкес Алла Тағала сен жаңа дүниелік әртүрлі себеп сылтауға қарай берген сайын сен жүрегің соған байлай бер, қолыңа көрінбейтін кісілерді сала бер, ақыр соңында өзінің кабинетіне шықпайсың, өзінің компаниясына шықпайсың, өзінің служебный кабинетіне шықпайсың, тырп ете алмай қаласың. Неге? Ана сенің шайтан әртүрлі үрейлер жүйеңіз санаңызға кіргізе деп отыр, сізді құлқылтады. Сол себепті сахабалардың жаңа әлгі жомарт сахабалардың сипаты қандай еді? Бисмилля, фисабилля, ма деп бере салатын еді. Олар рызықты біздер пенделер мұсылмандар қазіргі кезде біздер ойлаймыз, рызықты біздің мұсылманның адамның қолында, былай жатасың, адамның ешқандай қолында жоқ. Қаншама байлар бар, ақша тауып келеді, балалар арқасында қан басып өлуі бар.